Шешесінің дәл кеп тұрып лақтырған қасығы маңдайына тарс етіп тигенде Бану селк етіп көзін жұмып қалса да дереу есін жиып көзінен бір тамшы жас тамызбады. Өйткені бұл жағдай бірінші рет болып тұрған жоқ. Балаларының жасаған жұмысы ұнамай қалса, аналарының осылай жазалайтыны үйреншікті жағдайға айналғаны қашан. Бұрындары осындай келеңсіздіктен әкелері қорғап, долы шешелері қолын ала жүгірсе, арыстандай айбатымен қаймықтырып, айқаймен тоқтататын еді. Асқартау әке өмірден өтіп кеткелі бері әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ болып, шешелері әбден қаһарына мініп алды. Әй дейтін әже жоқ емес-ау. Ұлы өлгелі Сағира байғұстың шайпау келіне әлі келмей, бар қолынан келетіні таяқтың тоқпағында қалған немерелерін етегінің астына жасырып, терең күрсінгеннен басқа шарасы жоқ. Бұл жолы таяқтың себебі үстел үстіне әкеліп қойған қасықтың үй ішіндегілерге тегіс жетпей қалу екен. Бану шодырайып ісіп кеткен маңдайын сипалаған күйі ас бөлмеге жүгіріп, жетпей қалған қасықты алып келді де, жасқана қарап, өзіне жеу көре ажырайып қарап отырған шешесіне ұсынды. Шешесі қасықты Банудың қолынан ала бере, қыздың қолынан аямай шымшып үлгерді. Бұл жолы да шешесінің қолы тәніне қатты батса да, 10 жасар кішкене қыз қыңқ еткен дыбыс шығармай, ауырсынған қолын сипалай жүріп, орнына барып отырды. Үстел басында шыбынның даусы естілердей тыныштық. Балалар шешелерінің қаһарына ілініп қалмау үшін алдарындағы ыдыстың сыңғырын білдірмей тамақ ішуге тырысып, адуынды анаға көз астарымен жасқана қарап қойып отыр. Келіне ескерту жасаса, өзінің халі мүшкілге айналатын жасы білетін Сағира кемпірдің Бануды аяп, жүрегі езіліп отырса да, үні шыққан жоқ. Бұлар үйде бір әке, бір шешеден 6. Банудан өзінен жасы үлкен 2 ағасы бар. Ол кезде олар да мектеп жасында. Банудан кейін 2 қыз бен ең кенже інісі бар. Қыздың үлкені болғандықтан үйдің бар тірлігі Банудың мойнында. Соның өзінде бір нәрсе көңілі жақпай қалса, немесе сырттан біреумен ұрсып келсе, шешесі Банудың ұзын шашын қолына жіпше орап, бөлмеден бөлмеге сүйрелеп жүріп сабайтын. Қыздарды шырқыратып сабап жатқанда, жылаған қыздармен қосыла жылағаны болмаса, Сағира кемпірде араша түсуге қорқатын. Алайда келіні ұлдарға таяқ ала жүгірсе, кемпір немере ұлдарының үстіне жатып алып, бұларды сабағанша мені сабай қойшы деп қызғыштай қорғаушы еді. Қанша көкбет болса да, Марияның енесін сабауға батылы жетпей ме, әлде күйеуінің аруағынан қорқа ма? Әйтеуір енесіне таяқ жұмсауға қолы жүрмей, бұл таяқтың ақырын қарғыс жаудырумен ғана аяқтайтын еді. Шешесінен көрген зәбірімен қоса, үйдің бар тірлігін мойнына алып жүрсе де, Бану мектепте ең үлгілі озат оқушы болды. Алғыр қыз сабағына үйден дайындала алмаса да, әр пәннің тапсырмасын үзіліс кезінде орындап алуға жанталасатын. Мектептегі ұстаздары Банудың ең тәртіпті, ең үздік оқушы екеніне риза болғандарымен, үйдегі жағдайдан бейхабар болатын. Сөйтіп жүріп, Бану қыз мектепті өте жақсы байғамен аяқтады да, мемлекеттік үздік оқушыларға бөлінген грантпен жоғарғы оқу орнына қабылданды. Қызының тегін оқуға
Қабылданғанын естігенде Мария басында: «Сені оқуға жібермеймін. Бәрің оқып кетсеңдер, сендерді кім асырайды? Ауылда қалып, жұмыс істеп, бауырларыңды асырайсың» деп бұлқан-талқан болғанымен, артынан мектеп әкімшілігі мен ағайын туыстың араласуымен қызын амалсыз оқуына жіберуге мәжбүр болды. Сабағы басталарға таман Бану өзі түскен оқу орнының жатақханасына келіп орналасты. Бұрын келіп көрмеген бейтаныс қалаға қызды ешкім жетектеп әкелмесе де, өзінің етінің тірлігінің арқасында сұрастырып жүріп, тауып келген соңда жолы болып, жатақхананың бір бөлмесінен орын табыла кеткені қандай жақсы болды. Әйтпесе, оқу орнынан бөлме берілмесе, пәтер жалдап жататын ақшасы да жоқ еді. Бөлмеде өзінен басқа тағы 2 қыз тұрады екен. Бәрі де өзі сияқты мектепті енді ғана бітіріп, үлкен қаланың қым-қуат тіршілігіне жаңадан қадам басқандар. Уақыт өте келе Бану 2 қызбен етене танысып, сырлас дос болып алғантын. Тумысынан зерек қыз әу дегеннен сабағында жақсы оқып, алғырлығымен ұстаздардың көзіне де түсе бастаған болатын. Алайда өзімен бір бөлмеде жатқан 2 құрбысы демалыс күндері ауылдарына кетеді де, Банудың ауылы мен қаланың арасы небәрі 100 шақырым болса да жолға төлейтін қаражат сұратуға шешесінің қату қабағынан қорқып, бөлмеде жалғыз өзі қалып қоюшы еді. Алғашқы кезде бір бөлмеде жалғыз қалғанда елегізіп, әр нәрсені бір ойлап, мазасы қашып жүрді. Әсіресе ауылдағы бауырларының не күй кешіп жүргендерін ойлағанда жүрегі езіліп, өздерін ешкімге керек емес жандардай сезінетін тұғын. Уақыт өте келе демалыс сайынғы жалғыздыққа да еті үйрене бастады да, оңаша қалса болды. Студенттерге арналған кітапхананы жағалап, кітаптарды жанына серік ететін болды. Кейбір кездері қасындағы құрбылары ауылдарына жиналғанда Бануды үйлеріне өздерімен бірге алып кетуге қанша рет ұсыныс жасаса да, Бану құрбыларының ұсынысынан бас тартып, іште жалғыз қала беруді әдетке айналдырды. Сөйтіп жүргенде араға бірнеше ай зулап өтіп, қысқы сессияның да уақыты келіп жетті де, барлық сабақты 5-ке тапсырған Бану қысқы каникулға шыққан соң ауылға баруға жинала бастады. Үздік оқығаны үшін алатын шәкіртақы қаражатынан үнемдеп жүріп, бірнеше ай бойы жинаған ақшасына бауырларына қысқы киім алған соң ауылға қарай жол тартып, көліктен түсіп, үйге қарай жүргенде қыздың көз алдына шешесінің ештеңеге риза болмайтын қатулы қабағы елестеп, алға басқан аяғы кері кетіп, қиналса да бауырларын сағынған қыз кібіртіктей басып үйіне де келіп жетті. Бәлкім анашым мені сағынып күтіп жүрген шығар деген үміті бұл жолда ақталмады. Анасы Бануды суық қарсы алды. Аналарынан қорыққан бауырларының да Бануды құшақтарын жая қарсы алмағаны қыздың жанына батса да, бауырларын аман есен көріп, көңілі жайланған соң Бану бірден үй шаруасына белсене кірісіп кетті. Бұл үйде Бануды еш қымсынбай құшақтап сүйген жалғыз ғана әжесі еді. Таңмен таласа тұратын қыз қысқы маусымға қораға қамалған малдың астын тазалау, жем шөбін беру сияқты шаруашылықтармен қатар күл шығару, отын жару, пеш жағу сияқты шаруашылықтарын жасап, сәлде болса бауырларын бітпейтін күйбең тірліктен уақытша болса да босатқысы келіп, жанын сала жасап жүргенде қысқы каникул аяқталып та қалыпты. Оқуына кетер шақта шешесінің көршіге кеткенін пайдаланып,
Екі сіңілісін мейірлене құшақтап сүйген Бану: «Мені сағынбадыңдар ма? Мен жоқта мені ойлайсыңдар ма?» деп сұрап еді. Өзімен Тете Гүлден атты сіңілісі: «Сағынамыз ғой, бірақ таңнан қара кешке дейін тынбай үйдің тірлігін істеп, түнде төсегімізге сүріне құлаймыз. Сені ойлап отыратын уақытымыз да жоқ қой біздің», дегенде үйде жүргенде өзінің басындағы жағдайы бауырларының маңдайына мықтап қамыт болып ілінгенін түсініп, жүрегі езіле аяп, қос сіңілісін мейірлене сүйе отырып, көзіне келіп қалған жасты екеуіне көрсетпей сығып алды. Қысқы каникулдың қысқы мерзімі аяқталып, оқуына қайтуға жиналған Бану көздерінде бақыттың нұры жоқ бауырларымен қимай қоштасып, қалаға аттанып кетті. Бауырларының мұңды жанарларын ұмыта алмаған Банудың қалаға жеткенше көзінің жасы тыйылмады. Жол бойы жылап келе жатқан қызға көлік ішіндегі жолаушылар тосырқай қарағандары болмаса, ешқайсысының жұбатуға дәті жетпеген еді. Оқуына қайтып келген соң студенттік шақтың қызықты дүрмегімен жүріп, дәлде болса өз үйіндегі келеңсіздікті ұмытқандай болған Бану сабағына ден қоя кірісіп кетті. Бағына орай құрбылары да жасы қыздар болып шықты. Әсіресе Гүлжауһар құрбысымен көп сырласатын. Алайда құрбысымен қанша сыр бөлісіп жүрсе де, шешесінің қаталдығын айтуға аузы бармайтын еді. Сөйтіп жүргенде уақытта зымырап өтіп, бірінші курсты аяқтап қалған болатын. Ауылға тез жет деген қысқа мәтінді жеделхат келгенде, қыз жүрегі өзін қоярға жер таппай кураторына жүгірді. Ол кезде қалта телефоны елдің бәрінің қолына тие бермеген болатын. Шәкіртінің қолындағы жеделхатты өз көзімен оқыған куратор апайы да сол бойда дәреу басшылармен хабарласып, үздік студенттің жазғы сессиясын автоматты түрде өткізетін болды да, жүрегі алып ұшқан қыз ауылға апаратын көлікке жанталаса мініп үйіне кетті. Көліктен түсіп үйіне жете бергенде, үйінің айналасында мал сойып, қазан көтеріп жүрген ауылдың әйелдері мен кіріп шығып жүрген қара құрым адамдарды көрген қыз бір сұмдықтың болғанын түсініп, үйге қарай ышқына жүгірді. Асқар-тау әкелерінің орнында деп есептелетін үлкен ағаларынан айырылыпты. Оқиға былай болыпты. Бір жылдары біздің қазақтың балаларының ауыл мен ауыл болып, немесе көше мен көше болып төбелесетін кездері болып еді ғой. Бұл ауылдың да бозбалалары ауыл мен ауыл болып топтасып төбелескен ғой. Жеңілген топ кері қашып, жеңген топ жеңілгендері қысқырып қуа жөнелген екен. Қашқандар Банудың үйінің үстінен дүркіре өтіп қуып келе жатқанда, соларды өкшелеп сол үйге жетіп қалғанда, Банудың ағасы малдың қиын отындыққа деп ойып қораның маңында жүріпті. Міне сол кезде қашқындарды өкшелеп қуып келе жатқан қуғыншының біреуі қолындағы дәу шоқпармен Банудың ағасының желке тұсынан дәлдеп бір ұрып құлатқан екен. Сол соққыдан жігіт тіл тартпай кетіпті. Аналарының тепкісімен қарғысынан ашық қорғай алмаса да, тасадан аяушылық білдіріп, маңдайынан сипайтын бауырының қаңғыған таяқтың құрбаны болған естіген қыз ботадай боздап жылағанымен қолынан келер ештеңе жоқ еді. Ағасын өлтірген жігіт темір тордың артына бірнеше жылын арқалап кете барды. Мынау қамшының сабындай ғана қысқа өмірдің еш қызығын көрместен, дүние есігін ашқалы, шешесінің ызғарлы қабағына жотаңдап өткен асыл ағаның ғұмыры осылай аяқталды. Жылай-жылай асыл ағасын қара жердің қойына тапсырып 40 күндік, 100 күндік дұғаларын оқытып болғанда, Банудың екінші оқу жылы басталатын уақытта келіп жеткен еді.
Бауырларымен қимай қоштасып, оқуына оралған қыздың ендігі бар ойы тек қана ауылда қалған бауырларын ойлаумен жүретін болды. Ағасының өлімінен соң жүрегі қатты қорқып қалған қыз ауыл жақтан біреу хабарласса болды. Жаман хабар әкеле жатқандай жүрегі аузына сыймай кетуші еді. Бас көтерер ең үлкен ағаларынан қапыда айырылып қалған соң, үйдегі бауырларына тек қана өзі қорғаныш болуды керек те сезініп, бар жауапкершілікті өзіне артып алғаны соншалық, жас болса да қатарларымен қыдырып көңіл көтеруді ойламайтын. Әр ай сайын үздік оқығаны үшін алатын шәкіртақысын тырнақтап жинай жүріп, үйдегі бауырларына керек жарағын тасушы еді. Сөйтіп жүргенде арада тағы бірнеше жыл өтіп, Банулар соңғы курстың табалдырығын аттап, жоғарғы курстың студенттері атанып үлгерді. Бүгінде әдеттегідей сабақтан шыққан соң, бөлмесіне бармастан бірден кітапханаға соғып, ертегі сабағын мұқияттап алып, ішке шашап оралған еді. Бөлмеде екі құрбысы шәй ішіп отыр екен. Қастарында сұңғақ бойлы, арықша келген сымбатты жігіт отыр. Көп болса, өздерінен 3-4 жас үлкендігі ғана бар сияқты. Банудың шаршаңғы кепін көріп, алдынан құшағын жая ұмтылған Гүлжаухар: «Банука, мақтап жүреді екенсің. Жаңа ғана дастархан басына жиналып жатыр едік. Шайға кел. Ауылдағылар ет, азық-түлік беріп жіберіпті. Соларды әкеліп тастауға туған ағам келіп отыр. Жүр, сені ағамен таныстырайын» деп сымбырлап сөйлеп жүріп, Банудың қарсылығына қарамастан сыртқы киімдерін шешуге көмектесіп жатыр. Сыртқы киімін шешіп, қолын жуған соң Бану құрбысының ағасымен амандасты да имене басып дастархан басына жайғасты. Гүлжаухардың ағасының есімі Болат екен. Көп сөйлеуге жоқ. Сөйлегеннен гөрі тыңдағанды жаны сүйетін бұл жігіттің Бануды көргенде жүрегі тоқ ұрғандай болып, қыздың бетіне жаутаңдай қарай бергенін Бану да іште сезсе де аса мән бермегенде кеп танытты. Өйткені бауырларымды бағам деп алдына мақсат қойған қыз ішінен күйеуге темемін деп ойлайтын еді. Оның үстіне құрбымның ағасы менің де ағам ғой деп есептегендіктен өзіне жаутаңдай қарап сезімін білдіре алмай жүрген жігітке ыңғай бере қоймады. Бірақ сол күннен бастап Болат қарындасына келуді сылтауратып бөлмеге жиі келе бастаған еді. «Сені ағам ұнатып қалыпты. Банумен таныстыршы» деп қоймай жүр. Бірақ мен, қой, басқа қыз құрып қалғандай, қасымдағы досымен таныстырғаным ұят емес пе? Жұрт сосын Гүлжаухар ағасына подружкасын алып беріпті демей ме? Дедім деп құрбысы оңашада сөз бастап, Банудың бетіне «сені дейсің» дегендей сұраулы жүзбен қарады. Мұндай ашық әңгімені құрбысынан күтпеген Бану қапелімде не айтарын білмей сасқалақтап қалды да, арадағы бірер минут үнсіздіктен соң: «Ағаң шынымен де өте жақсы жігіт екен, Гуля. Алайда сен дұрыс айтыпсың. Болат аман жүрсе әлі талай қыз кездесер. Бауырларымның менен басқа ешқайсысы не оқығаны жоқ, не жасап жатқан тұрақты жұмыстары жоқ. Ең болмаса артымнан ерген екі сіңілімді оқытсам деген арманым бар. Мен күйеуге шықпаймын. Бауырларымды алға сүйреуге тыржымыстанам. Сондықтан Болат өзіне жақсы жар болатын басқа қыз жолықтырса менен ұрсат. Мені күтіп жүре бермесін» деп жауабын кесіп айтты. Осы әңгімеден соң екі құрбы бұл әңгімеге қайта оралмады. Алайда Гүлжаухардың ағасы қарындасын сылтауратып қыздардың жатақханасына тергіштеуін тоқтатпады. Сөйтіп жүргенде соңғы курстарын аяқтап, бір-бір дипломдарын қанжығаларына байлаған құрбылар қимай қоштасып,
жас маман ретінде жұмысқа орналасуға туып өскен мекендеріне тарап кетті. Бану да қызыл дипломын құшақтап туған ауылына оралды да ауылдағы мектепте ұстаз болып жұмысқа тұрып, алғашқы еңбек жолын бастап кетті. Ауылға келген соң жаңа жұмысымен қатар күнделікті күйбең тірлігі басталған Банудың қызығы мен шыжығы қатар жүретін студенттік шақтарды да ұмтыла басталғандай. Үй ескі, бір күні құлап қалса қайта барып паналаймыз деген шешесінің ыңқылы құлағын жегідей жей берген соң, осы тыныш болсыншы деп несиеге ауыл ішіне үлкенде үй сатып алып, бәрін жаңа үйге көшірді де сіңілдерін оқытуға тағы да көрпесі көтермей 2-3 жыл жүріп қалды. Екінші аусымдағы түстен кейінгі сабағы бітіп, кешкісін үйіне жиналып жатқан еді. «Апай, сізді сыртта бір ағай шақырып тұр», деп бір оқушы ентіге қабарлады. Беймегіз уақытта мені іздеп келіп тұрған қандай адам екен деп оймен далаға асыға шыққан еді. Алдында жымиып Гүлжауһардың ағасы тұр. Екеуі амандасып, қал жағдай сұрасқан соң Бану Болаттан өзін қалай тауып келгенін таң қала сұрап еді. Болат мекен жайды қарындасынан сұрап алған мәлімдеді. Екі жас асықпай үйге қарай аяңдап, әңгімелесіп келе жатыр. Бану сұрақ қоюшы, Болат жауап беруші ғана. Гүлжауһар құрбысының ауылға барған соң мұғалімдік мамандықты көңілі қаламай, бухгалтерлік мамандықты оқып алып, қазір сол салада қызмет жасап жүргенін естіп, досының қос мамандық иесі атанғанына Бану іштей қуанып қалды. Үйдің алдына жеткен соң сыпайы қоштасып тұрып, танымайтын ауылда қайда барып түнейтінін сұрап еді. Болат осы ауылда өзімен бірге әскер қатарында бірге болған досының тұратындығын айтып, ішінен уайымдап тұрған қыз бұл жауапқа да қуанып кетті. Болат Бануды ертеңгі күні де жұмыстан күтіп алып, үйге дейін жеткізіп салды. Жігіт бақталық қызметте жұмыс жасайды екен. Қысқасы, жұмысына кетер уақытты жеткенше күнде Бануға келіп, қызды үйіне дейін шығарып салып жүрді. Сол аралықта Банудың да жігітке сезімі ояна бастаған болатын. Болаттың демалысы аяқталып, жұмысына кетер күнде жақындады. Ертең ауылға қайтам деген күні Болат Бануға үйленгісі келетін жайында ұсыныс айтып еді. Болат, Гүлжауһар арқылы саған алдында күйеуге шықпайтынымды айтып едім ғой. Анам жалғыз, ағамда інімде үйленген жоқ. Сіңілдерім де жас. Ең болмаса ағам мен інімді үйленергенше ананың жанында болуым керек. Анам бір өзі ештеңе жасай алмас. Бауырларымды аяқтандырғанша мен күйеуге шықпаймын, деп баяғы әңгімесін қайталады. Бауырларыма көмектесем, үйлендірем, үй құлам дегенің маған қатты ұнап қалды. Алайда бас екеу болмай, мал екеу болмас деген. Бауырларыңа жалғыз жүгіргеннен екеуміз бірге көмектесер едік қой. Жаны нәзік қыз баласың. Бір өзіне бауырларың үшін шырпыр болып жүгіру оңай емес екен мен түсінбейді дейсің бе? Жалғыздың шаңы шықпас деген. Бір адамнан көрі екеуміз бірге көмек жасайық. Мен өзіммен басқаны ойламайтын тоғышар жан емеспін. Екеуміз бас қоссақ, сенің бауырларыңа қолымнан келгенше көмегімді жасауға әзірмін. Келесі демалысында келем саған, оған дейін ойланып жауабыңды береді деп үміттенемін. Әрине, күт десең, тағы бірнеше жыл күтуге де әзірмін. Алайда уақыт та тоқтап тұрмай зулап өтіп жатыр. Енді тағы бірнеше жыл жүретін болсақ, жасымыз 30-дан асып кетеді. Сондықтан тезірек шешім қабылдағанымыз дұрыс шығар деп ұзақ сөйледі. Бұрын сатып алатындай етіп, аузынан сөзде әрең шығаратын Болаттың мына сөйлеуіне қыз аң-таң болып қарап қалыпты.
Екеуі әңгімелесіп келе жатып, Банудың үйіне келіп те қалған екен. Аулаға жақындай бергенде, Бану сыртта тұрған әжесін көріп шошып кетті. Келесі демалысына келгенше жауабын беретін болып, Болатпен жылдамдатып қоштасты да Бану қыз әжесіне тұра жүгірді. Ішінен тыныштық па екен, үйде тағы ұрыс керіс болып, шешемнің төбе құйқаны шымырлатар қарғысына шыдамай әжем далаға шығып кетті ме екен деген ой. Жоқ, бәрі дұрыс екен. Бану кешіккен соң үйіне шыдап отыра алмай немересін іздеп шығып тұрған беті екен. Банужан, ана бала кім? Деп қасына келген немересінен сұрап жатыр. Бану бұл сұраққа жауап беруге қысылып, үнсіз үйге кіріп кетпекші болғанмен, әжесі немересін тоқтатып алды. Енді жасырып қалуға еш негізі жоқ екенін білген Бану, бұл жігіттің басқа облыстан екен студент кезінен бері танитынын, өзіне тұрмысқа шығуға өтініш айтып жүргенін, алайда бауырларына қамқор болам деп алдына мақсат қойғандықтан жігіттің өтінішін қабылдамай жүргенін әңгімелеп берген болатын. Өзіңе бұл жігіт ұнай ма деп әжесі кері сұрақ қойып еді. Бану үнсіз қызарақтап басын изеді. Ендеше бұл балаға келісіміңді бер, айналайын. Бауырларымды қамқорлаймын деп жүргенінде дәуренің өтіп кетеді. Адам баласы өмірге келген соң үй болып ұрпақ жалғастыру керек. Жақсы жігіт екенің көзің анық жетіп тұрса, тұрмысқа шық. Бауырларыңа қарайлама, бірдеңе қылармыз деп әжесі немересінің маңдайынан сүйді. Әжесінің ақ батасын алған күннен бастап Бану ойлана бастады. Қазірақ артына қарайламай кете береді дау. Теген болмаса, ағасы мен інісінің біреуін аяқтандырғанда, ой шіркін. Ағасымен әңгіме үстінде көңілінен осы ой кетпей отырған Бану. Асқар, үйлесейші. Қастарыңда болғанда үлкен той болмаса да, ел қатарлы тойларымды жасауға көмектесейін деп сұраулы жүзбен қарап еді. Қарабасымыз әрең сүйіп жүрген үйге біреудің әлпештеп өсірген қызын алып келіп, қор қылар жайым жоқ деп ағасы дөңк етті. Бұл ағасы едәуір тұтығып сөйлейді. Ағасының осы кемшілігінде Бану іштей шешесінен көреді. Сәби шағында қатты сабап, содан қорқып қалған баланың тілі кекеш болып қалды ма, кім білсін. Тек бұған нақты дәлелі жоқ. Ақыры бірнеше күн толғанған қыз Болаттың келер күні жақындағанда келісімін беруге шешім қабылдады. Болат та Банудың келісімін алған соң, сүйіктісін тезірек қолына қондыруға асығып, қыздың еліне құда жібермекке ауылға кетті. Ал Бану той қамына кіріспес бұрын жанталасып үйдің несиесін түгелдей өтеді де, үлкен тойға шамасы жетпейтін болған соң, ағайын туыстың ақ батасын алып, үйден кішігерім шай беріп, аттанатын болып шешті. Екі жастың қуаныштар күндері де келіп жетіп, Болат қасына екі құда мен бір куәгер жігіт ертіп, сый-сияпатын арқалап келіп, сүйіктісін қолына қондырды. Алайда тойға дейін несиені түгел өтеп болған соң, бар жиғанын қонақтығына арнаған Бану үйден жасаусыз ұзатылды. Болаттың ата-анасы қайтыс болған екен. Алдында 4 әпкесі, 2 ағасы және соңынан ерген Гүлжауһар қарындасы мен ең кенже інісі бар екен. Болаттың бауырлары Бануды құшағына жая қарсы алып, дүркіретіп тұрып тойларын жасады. Әсіресе ең жақын құрбысының өзіне туған жеңге болып келгеніне Гүлжауһар мәз-мейрам. Жеңгесін қайта-қайта құшақтап сүйе береді. Той өтіп, етек жеңдерін жинастырған соң Болат бақталық қызметіне кетті де Бану үй шаруашылығына белсене араласып кетті. Көзін ашып, жан-жағына танығалы бері қатал шешенің айқайымен қарғысынан басқаны естімеген қыз сүйіктісінің бауырларының тату өмірлерін көріп,
осындай азаматпен екінші өмірін жалғастырып жатқанына дән риза болса да, өз бауырларын ойлағанда олар қандай күйде жүр екен деп іштей күрсініп алатын. Сөйтіп жүргенде арада көп уақыт өтпей әжесінің өмірден озғаны жайлы қаралы хабар келіп, Болат пен Бану дереу ауылға жиналды. Әжесі ұзақ ауырмаған екен. Жеңіл-желпі тұмауратып жүрмін деп жүріп, ұйқысынан оянбай қалыпты. Әжелерін ақ жауып арулап жер қойнына тапсырған соң, жастар үйлеріне қайтуға жиналды. Үйдегі балалардың тапқан табыстары ештеңеге жетпейді. Әжелерінің 40 күндігі мен 100 күндік дұғаларына сен көмектеспесең, басқа көмектесетін ешкім жоқ. Қызымызды қолымыздан келгенше оқытып, дипломын алып беріп, қолыңа тапсырдық. Енді бізге де қарайласып, көмек қолын созып тұрыңдар деп анасы Болатқа тапсырма бергенде, оқыттым дейді ғой ұялмай деп күмбірлеген Бану іштей мырс еткенмен сыртына шығарып ештеңе айта алмады. Иә апа, алаңдамаңыздар, қолымыздан келген көмегімізді аямаймыз. Мен дұға дастарханы өтетін уақыт жақындағанда келермін. Ал Бануды көмектесуге ертерек жіберем ғой. Сол кезде қаражатты бірге беріп жіберем. Уайымдамаңыз деп ештеңеден бейхабар күйде сымбырлап отырған Болатын аяп кетті. Әжесінің әрбір дұға дастарханына барған сайын, менің анам болса өмірден өтіп кетті. Енді сенің анаң екеумізге ортақ. Апама сыйлыққа жақсы көйлек ала баршы деп Болат Бануға тапсырма беретін. Сол кісіні жаныңа өте жақын тартпай-ақ қойшы. Сен жақсы көретіндей жақсы адам емес ол деп бірде Бану шыдамай айтып салды. Жалғасы бар.